Көршілер, сәлематсыздар ма? Саламатсыз ба? Ұлыс оң болсын. Бірге болсын. Ал, мал жан аман ба? Малды білмеймін, жан аман. Қойшы әзіліңді. Біздің ауылға сиырлер келіпті. Ой, ол қайдан жүрген серілер? Саған құда түсіп келе жатқан емес пе? Жоқ, сиырлер. Нағыз сиырлер. Ой, да қоя. Нұрланып талықсиды айқай-ақау, дала сұлу. Әуде. Сұлулықтың саңгүлдер дарасыры, салт-дәстүр әдет ғұрып әр халықтың көзінің ағы менен қарашығы. Ассалаумағалейкум жиналған жұрт, әр қазақтың жанашыры. Ұстаған оразаңыз қабыл болсын, Алматының келгендей барасылы. Астарлы ақиқат той жасап жатыр, Наурыз деген әлемнің жаңаруы. Қазақстан қашанда жасай берсін, көшбасшылардың көрініп даралығы. Бір көрініс қояйық дедік бүгін, ағайынның болсын деп дара күні. Наурыз тойы елімнің ұлттық рухы, Наурыз тойы қазақтың жаңа жылы айқай-ақау. Мұны отырған репер жан болады, Камшат, оның саласы заң болады. Нұрлан деген психолог жігіт еді, ал блогер Назгүлге ел таңғалады. Отырған қара қыздың анасы ол, көп сәбидің ішінен таңдағаны, 6 баланың үстіне асырап алған, айта берсем бір өзі ән болады. Ал мен ақын ғалым жігіт Ержан деген, өмірім руханиятқа арналады. Тобымыз береке деп аталады, бізді қолдар КТК-ның бар қонағы. Бісміллә деп алдыңа шығып қалдық, бұйыртса бір алын өзі жар болады. Ой, бәрекелді. Ал енді Ержан Сал, ауылымызға қош келдің. Сенің мына біздің шаңыраққа келгеніңді көру біз үшін үлкен құрмет, және осы сәтті пайдаланып, біздің Қарадомалақ қызымыздың сауын кесіп батаңды берсең. Бәрекелді, әрине. Дастархандарыңыз қашанда берекелі болсын. Ал, шашымызды шашамыз. Ойды. Назым сұлу аты. Бүкіл медианың бұйыртса жұлдызы осы қыз болады деп ойлаймыз. Қазақтың Қарадомалақ қызы қазақша сайрайды өзі. Ал, қаз тұрып тай бас, күрмеуің шешейін, тұсауынды кесейін. Бісміллә, қошеметтер. Бәрекелді. Енді жүргізіңіздер. Ал, шашу. Қошеметтеріңіз. Аяма, бетінен шаш. Ай, тамаша. Қайдадан алып келіңіздер. Аямай ұрлар. Әр күнің Наурыз күніндей берекелі болсын, айың тусын оңыңнан, жұлдызың тусын солыңнан, бақ қонсын, қыдырдарсын. Әумин. Ал, Наурыз құтты болсын. Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда, сақталушы еді сыбаға, сапардан келген ұлдарға, Наурыз айы туғанда. Береке командасының атынан кәдеміз болсын. Аузы беріктерге емес, серіктерге. Пара деп ойлап қалдыңыздар. Асар, үме, қол ұшын беру, жұртшылық, қызыл көтеру, не беру? Мен айтайын, Көмектесу ғой. үме емес, толығы үме өткізу болады. ортақтастыратын не? Асар деген бәрі ұқсас. Бір дәстүр сөйлетеді. Бір адамға көмектесу. Яғни қол ұшын беру, барлық осы дүниені қамтиды. Қазақ бұл отан отбасынан басталады деген осы көршіге демеу жасау, қолдау. Жауап қабылданды. Дұрыс немесе дұрыс емес екенін көрейік. Дұрыс жауабы бұның барлығы жәрдем беру дәстүріне жатады. Бұл сөздің атауларын естігеннен
Бана. Ержан мырза, 11-ті таңдайық. 11-ші ашықтасайық. Еді, 11-де 13 жыл. Дина Төлепберген астарлы ақиқатты неше жыл жүргізді? А варианты 10 жыл, Б варианты 13, Г варианты 14 жыл. 2011-де бастады. 12 жыл ғой енді. 12 жылғы 23-те ауысты ғой. 24, 23-те ауысқан. 13. Нақты 13 жауап болсын, 13. Жоқ, Биылғы жылды 12 қосқанда. бар ма еді? 13. Басында Дұрыс жауабым керек. Ержан мырза, 9-ші ашық. Машинаның қай дөңгелегі айналмайды? Запасной, ана, қосымша Запасной, дөңгелек запасной. ішінде тұратын. Дұрыс жауап запастағы. Дұрыс. Молодец, молодец. Есеп 3-те-1. Ох ты. Санжар мырза, жиналамыз команда. 3. 3-ші. Яшық. Құрметті көрермен, бұрынғы кезде біздің ата-бабаларымыз, қариялар наурызды қызыл басты наурыз деп атаған екен. Бұл парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Ал осыған дейін наурызды халық қалай атаған? Біз айтсақ бола ма? Қалай айталған ол? Біз білеміз, жауап бар. Бізге де бір әдебиеттен хабар бар адам қоспадыңдар ма? Жауап бар. Қара көз қаным. 10 секунд өтіп кетті. Көрісу. Көрісу, қалай еді? Алғыс күніс көрісу деп па? Сондай айтылған. Біздің жауап. Біздің жауап. Амал мерекесі деп атаған. Жауапты қарайық. Амал айы деп Ал атаған. енді сұрақтың жауабына келетін болсақ, оны қарияларымыз амал мерекесі деп атаған. 6, 10, 12. 12 болсын. 12 мүшеміз сау болсын. Бастаңғы деген не? Бастаңғы деген, тоқтатсаңыздар, бірден жауап беремін. Бастаңғы деген үйдің үлкендері алысқа кеткен кезде қыз балалар жиналып, кәдімгідей кішігірім той жасайды. Тек қана қыздар келмейді, ол жерге өнерпаз жігіттерді шақырады, және тек бойдақ қыздар емес, келіндер де келе алады, тек күйеуінің інілерімен, қайындарымен яғни. Вечеринка. Сосын әртүрлі тамақ жасайды да, өздері көңіл көтереді. Ойын сауық кеш қой бастаңғы қазақтан. Ортаға береке тобын шақырамын. Ұлыстың ұлы күні тағы да құтты болсын. Біз береке тобы өз өнерін көрсету бойынша ән дайындап алып келдік. Наурыз мейрамы 2010 жылы 10 мамырда халықаралық мереке болып бекітілген Біріккен ұлттар ұйымында. Сол үшін біз қазақ тілінде қаралпақша, түрікше, арабша әндерді айтамыз. Бір айта кететін дүние, бұл жерде Жан өзінің авторлық әнін айтады, яғни сөзі өзінікі, әні Бақай тобындағы Бекшарыптікі. Түрікше айтатын әні де сөзі де менікі, яғни өзім жаздым, осы Астарлы ақиқат бағдарламасына арнап отырмыз. Сондықтан қолымыздан келгенше айтып береміз, қабыл алыңыздар. Zaman akıp gidiyor, hareket et hiç durma. Şimdi acı çek sen de, korkulara kapılma. Kafanı boşa yorma, hayat devam ediyor. Onu sonuna kadar şampiyon olarak yaşa. Zorluklarla savaşıp pes etmeye. Şampiyon, yaşama tutkusunu kaybetmeye. Şampiyon, ama her şeyden önce sevgilinin kalbini kazanandır şampiyon. Haydacaksın adaleti, bu dilimde adaleti. Kıyımızı bir aslına, kıyma yoluna batacaksın. Молодцы. Молодцы, дайындықтарың керемет. Сонымен бүгінгі салыстың нәтижесін анықтайтын ол біздің көрермендер. Экранға нәтижені шығарсақ. Бәріңе қызық болып тұр ма?
İşe бар ғой аналар бар ғой. Біз не үшін бүлдірдік сендерді? Ши ақша төлеңдер.